Бөлімше! Ұйқыдан тұр! Сез, етеміз. Мә, бағана ғана ұйықтаған сияқты едік қо. Қандай тамаша күн, бүгін жекпе-жекте кімді құлатсам екен? Жоғар әңгімені. Тез, кейін, әскердесің сен, сарбаз. Қару-жарақ жайында және әскер қызметшілері біздің тыныштығымызды қалай қорғайтыны жайында білгің келсе, біздің бағдарламаны жіберіп алма. Тұр. Кен. Тезет, сарбаз. Бертсайды кеміз. Тезетеміз. 5, 4, бол, сарбаз, тезет. 3, 2, тезетеміз, жүгір. Жауынгерлер, қазір біз таңғы жаттығу жүргізетін боламыз. Жауынгер, жинақтап, баулардың ішіне саламыз, жейден ішіне кіргіземіз. Жинақталу бастан бастап, бас киім, дене, одан кейін төмен қарай. Түсінікті ғой. Жинақталуды аяқта. Тек тұр. Оңға. Жаттығуға адым бас. Екі, үш, төрт, бес, төрт, бес, кеттік, бір, екі, жүгіреміз, тоқтамаймыз. Казармаға адым бас! Бұл балалар әскерде не істеп жүр? Өз елінің нағыз азаматы нені білу керек? Тіпті кішкентай болса да, Қазақстанда біз алғаш рет болашақ отан қорғаушылардың көзімен әскери ерліктің қалай шыңдалатынын көрсетеміз. 6 бала әскери дайындықтың барлық кезеңдерінен өтіп, Қазақстан әскерінің жауынгері ретінде түрлі дағдыларды меңгереді. Шығамыз, далаға шығамыз, сапқа тұрамыз. Жүгір. Бол, сарбаз, жүгір. Тез, жуынатын заттарын біз аламыз. Төсек жинауға кіріс! Дұрыс, барлығыңызды керемет. Ал енді киінуге кіріс! Жағаң жөнде, аяғын сал. Сал үшін. Жинақтал. Тез. Тоқтат, түзел. Тек тұр. Бөлімше жарайсыңдар. Күннен күнге әскери тәртіпке үйреніп келесіңдер. Бұл өте жақсы. Жаман емес. Сержант мырза, сұрақ қоюға рұқсат бар. Рұқсат. Парашютпен қашан секіреміз? Парашютпен бірінші тәжірибе сабақтарында, яғни практикалық сабақтарда біз жақсылап парашютпен танысамыз. Ең алдымен оған жақсы дайындық керек. Бүгін тәжірибе алаңында парашютпен танысатын боласыңдар. Түсінікті ме? Да, солай. Сержант мырза, сұрақ қоюға рұқсат етіңіз. Рұқсат. Сержант мырза, теория жүзінде қандай тақырып болады?
Бүгін теориялық сабақта әскери шендер мен атақтар туралы өтесіңдер. Яғни әскерде кім-кімге бағынатынын білетін боласыңдар. Түсінікті ме? Ал қазір түзел. Тек тұр. Оңға. Таңға шуге. Адым. Бас. Бір, екі, үш. Әрине парашютпен қашан секретінімізді білгім келеді. Біз десантты шабуылшы әскери бөліміне келдік емес пе? Жауға шабуыл жасауды қашан үйренеміз? Мен мұнда жай сыныпта отыруға келген жоқпын. Таңға шуге кіріс. Ас болсын десантшылар. Кел сен алмаңа бастесін. Мен 1 минутта 100 отжимания жасап берем. Неге менің? Неге сенікін емес? Доғар әңгімен. Не, сендердің басқа айналысатын істерің жоқ па? Бәстесейік дейді ғой. Есіңде болсын, сарбаз. Саған айттым, орнынан тұр. Сен Қазақстан әскерінің жауынгерісің. Сарбаз, есіңде болсын. Өз ар-намысың сатпауың керек. Жарайды. Сержант таңқаман екенін рас болса, сені де Кеме деді ғой. тәртіпке келтірерміз. Доғар әңгімен. Ал әзірше кезектен тыс кезекшілікке барып ауланы сыпыратын боласың. Түсінікті ме? Қоп болады. Түсінікті ме деймін? Қоп болады. Отыр. Тамақ ішуге кіріс. Білектің күші бар болса, ақылдың не қажеті бар? Расында да, мен күшті болсам, маған ақылдың не керегі бар? Кім мықты болса, соның айтқаны болады. Бүгін бұл қағидам іске аспады. Бәлкім сержант мырзаның айтқаны дұрыс шығар. Түзел. Тек тұр. Біздің командир неше жаста екен? Сержант болса, шамамен 25 жаста ол. Тыңдап алыңдар, жауынгерлер. Әскери қызметкердің шені жасына байланысты емес. Керек десеңдер 20 жаста генерал да болуға болады. Ондай жағдай тарихта болған. Ең маңыздысы әскери қызметкердің жасы емес, оның қызметіндегі адалдығында. Естеріңде болсын. Түсінікті ме? Жарайсыңдар. Генерал болды, армандамайтын солдат жоқ шығар. Бәрі генерал болды, армандайды. Кешегі сотқарлар, аналардың еркелері, әскери казармада жас жауынгер мектебінен өтуге бел байлаған 6 кейіпкер. Олар әскери өмір мен азаматтық өмірдің қандай айырмашылығы бар екенін үйренеді. Алдарында нендей сынақтар күтуде? Қызық оқиғалар ма, жоқ әлде қиын сынақтар ма? Бізбен бірге болсаңыздар, бәрін бірге көреміз. Бөлімше, тік тұр. Назар, ортаға. Сержант мырза, бөлімше сабаққа дайын. Бөлімше командирі, қатардағы Тұрсынов. Саламатсыңдар ма, десантшылар? Сауық тілейміз, сержант мырза. Еркін тұр. Отыр. Еркін тұр. Отыр. Ал десантшылар, бүгінгі сабағымыз жазып алыңдар. Әскери қызметкерлер 3 негізгі құрамға бөлінеді. Біріншісі жауынгерлер, екіншісі сержанттар, ал үшіншісі офицерлер. Әскери қызметкерлер 3 негізгі құрамға бөлінеді. Жауынгерлер, сержанттар, офицерлер. Қызық екен. Әскери қызметкерлердің әрқайсының өзінің қызметі болады. Қызметіне сай әр қызметкерге шен беріледі. Сондықтан олар жауынгерлер арнайы белгілер тағады. Олар қандай белгілер деп ойлайсыңдар? Олардың қандай әскерде, қандай бөлімшеде қызмет ететінін көрсетеді. Жарайсың. Дұрыс.
Яғни сол белгілерге байланысты, сол шендеріне байланысты әскери қызметкерлер кеуделеріне, иықтарына және де қолдарына өздерінің шендеріне сәйкес белгілер тағады. Дұрыс қой. Сол секілді мендегі шенді көріп тұрсыңдар. Дәл осындай шен белгілер тағады. Әскери киім жайлы қызықты деректер. Сен білесің бе? Хакки түсті киім 1867 жылы Үндістан мен Англия арасындағы әскери іс-шаралар кезінде пайда болды. Хакки сөзі парсы тілінен аударғанда кір деген мағынаны білдіреді. Англия жауынгерлерінің қызыл түсті мундирлері шайқас кезінде тез көзге түскендіктен хакки түсті киімге ауыстырылды. Бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталған соң, хакки түсті мата сән үлгісіне енді. Ватикан әскерінің киімін осыдан 4 ғасыр бұрын әйгілі итальяндық мүсінші архитектор Микеланджело ойлап тапты. Грекиялық арнайы күзет әскерінің аяқ киімдерінде әлі күнге дейін помпондар сақталған. Олар қозғалыс кезінде өте қызық көрінеді. Қару жарақты тасуға арналған арнайы сөмкелер, белбеулер, кеудешелер бір сөзбен амуниция деп аталады. Сержант мырза, сұрақ қоюға рұқсат етіңіз. Рұқсат. Қатардағы Қанбек, Қазақстан әскерінде қандай әскери шендер бар? Отыр. Қазақстан әскерінде жауынгерлер мынандай шендері бар. Қазақстанның қарулы күштерінде мынадай шендер бар. Қатардағы жауынгер, ефрейтор, сержант, лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, әскери генерал. Міне қызық. Қатардағы жауынгер генерал атағын алу үшін соншама көп қиналып сынақтардан өту керек. Мен соны өзім елестете алмаймын. Мен өзім шахмат үйірмесіне қатысам. Шахмат үйірмесінде әр мүсіннің өз атағы бар. Енді салыстырмалы түрде айтқаным ғой мен. Бұдан әрі жас жауынгерлер қандай жағдайға тап болатын көресіңдер. Командир оларға қаншалықты күрделі сынақ дайындаған екен. Бізбен бірге болыңыздар. Осымен жауынгерлер біздің сабағымыз аяқталды. Ал енді біз әуе десанттық кешенінің жаттығу алаңына барамыз. Тыныш. Тыныш. Алдыңа қара, тік отыр. Осымен сабағымыз аяқталды. Жөн, тік тұр. Адам, бас. Оң иығалға. Тоқта. Жөн, тік тұр. Жауынгерлер, бүгін біз әуе десанттық арнайы жаттығу жабдықтарымен танысатын боламыз. Мен биіктіктен қорқамын ғой. Доғар әңгімен. Ең алдымен әуе десанттық шабуылдаушы жерде жаттығуы тиіс. Яғни парашютпен секіргенде әртүрлі жарақаттар алуы мүмкін. Парашютпен секіру барысындағы әрекеттер бірінші жерде жаттығудан өтеді. Парашют ауада кедергі тудыратын қарапайым қол шатыр сияқты. Парашютпен өте үлкен биіктіктен өте баяу, еш зақымсыз түсуге болады. 1912 жылы ақштың Миссури штатындағы Сент-Луис қаласында капитан Берри алғашқы болып ұшақтан парашютпен секірген адам. Түсінікті ме? Дәл солай! Кейде жаудың орналасқан жеріне парашютпен енуден басқа амал болмай қалады. Сол үшін арнайы десанттық шабуылдаушы әскерлер дайындалады. Яғни біздер кемінде 10 рет парашютпен секірген десантшы тәжірибелі болып саналады. Сонымен қоса түнде 1 рет және де суға 1 рет қонуы тиіс. Десанттық шабуылдау әскерінде бірнеше парашюттық жүйелері бар. 4D6 сериясы, Бүркіт 2, Аксиома, Мальва. Бұл парашюттермен арнайы мақсаттағы бөлімшелердің барлаушылары секіреді. Сондай-ақ D1, 5U оқу жаттығу парашюты бар. Жөн, тік тұр. Ендеше жаттығуды бастау үшін арнайы маманды шақырам. Тік тұр. 3-ші сыныпты сержант мырза, жас сарбаздар әуе десанттық сабағына келіп тұр. Саламатсыздар ма, жас сарбаздар? Салам тілейміз, 3-ші сынып сержант мырза. Еркін тұр. Еркін тұр. Құрметті жас сарбаздар, парашюттан қалай секіруін үйренеміз.
Сол. Қа. Екінші оқу нүктесіне адым. Бас. Дайындал. Дайындал. Секір. Әскери жаттығуларға жеттік ау. Мен қорқам. Мен десантшы болғым келмейді. Мен штабта отырғым келеді. Мен нағыз десантшы болу үшін туылғам. Рас айтам, парашюттан секіру үшін жаралғам. Ең жақсы көрсеткіш көрсететініме еш күмәнім жоқ. Көресіздер ғой. Түзел. Тек тұр. Қалай тікұшақтың ішінде не істеуіміз керек, тікұшақтан қалай ұшып шығуымыз керек туралы осы оқу нүктесінде үйренеміз. Олай болса, артын қатар оңға. Оң иықпен тікұшаққа адым бас. Тікұшаққа адым бас. Ағаларың секіріп атқан көрбаңдар. Міндетті түрде секіру керек пе еді? Жаяу бара салуға болар еді ғой. Не қайталатқыза бересің? Секір деді ме? Секір. Осы сержант ағай түсіндірді ғой. Секір деді ме? Секіресің. Дайынсың ба? Дайынмын. Секір. 5-21, 5-22, 5-23, кольцо. 5-22, купол. Оңға бұрылдым, солға бұрылдым. Дайынсың ба? Дайынмын. Секір. Болды, көтеріңдер. Бет бөлімшеге апарамыз. Жауынгер, сен өзіңе тым сенімді болдың. Тапсырманы орындай алмай қалғаның да сондықтан. Түсініп тұрсың ба? Жеткен жетістігіңмен мақтанған не қажеті бар? Әскерде жақсы дайындық қажет. Ас болсын, десантшылар. Біздің спортшы бала қатардағы Бержановты алатын болсақ, әрине, десант өте батыр болу керек. Сондай-ақ физикалық дайындығы да өте жақсы болуы тиіс. Бірақ өз-өзіне тым сенім артып кетуі жауынгерге кейде кедергі жасайды. Сол үшін жауынгер әрқашан физикалық күші мен ақыл ойын бір жерге бағыттауы тиіс. Бұл десант үшін өте маңызды. Әрине, әскер балаларды өзгертеді. Оған біз әлі көмектесетін боламыз. Негізінде өте батыл бала. Қымбатты ағатай, сізге әскери ауруханадан хат жолдап отырмын. Парашюттан секіріп, аяғымды ауыртып алдым. Бірақ уайымдамаңыз, еш нәрсе жоқ. Дәрігер ертең-ақ жүгіріп кетесің деп жатыр. Сен тек анама еш нәрсе айтпа. Аға, қазір аурухана төсегінде жатып бір ой келді. Расында да, кез келген іс-әрекетті істемес бұрын жақсылап ойланып алу керек екен. Солай деп бізге командир мырза айтты. Неге екенін мен оған сенемін. Келесі бағдарламада әскер өмірінің тағы бір қызықты күнін тамашалайсыздар. Қапы қалмаңыздар. Бұл маусымда біздің кейіпкерлерімізбен бірге жас сарбаз мектебіне қатысыңыз.